Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін мен сіздерге сыныпта оқушылармен бірге топтық жұмыс ұйымдастыруда көмектесетін интерактивті бір сервисті таныстырмақшымын. Ол бізде Bambazzle деп аталады. Ол үшін біз кез келген браузерге кіреміз де осы Bambazzle деп атын жазып, және оған әдеттегідей тіркеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Тіркеу жұмыстарын жүргізу үшін біз мына жерде Google сервистің көмегімен тілді ауыстырып алсақ болады, немесе Join for free дегенді басамыз. Электронды почта деген жерге өзіміздің электронды почтамызды жазамыз. Содан кейін пароль деген жерге паролімізді енгіземіз. Тағы да парольді қайталаймыз. Одан кейін имя пользователя жазамыз. Содан кейін келісімді басып мынаны басамыз. Содан кейін почтамызға подтвердить ету үшін хат келеді, соны басып жібереміз. Ол үшін почтамызға кіреміз. Болды, біз тіркелдік. Міне осындай негізгі бетше ашылады. Осы жерде бізде екі түйме болады. Бірінші game, ойын және folder деген. Біз game дегенді басып жаңа ойын құрамыз. Осыны басқан кезде бізге осы жерде сұрақ қоятын негізгі бетше ашылады. Сұрақ қоймастан бұрын біз қазір тілін ауыстырып алайық. Мына жерде бізде яғни сұрағымыздың тақырыбын жазуымыз қажет. Мысалы, санау жүйелері деп жаздым. Содан кейін бұл не туралы сұрақ болады. Қысқаша сипаттама береміз. Содан кейін выбер тезек деген жерге барып қазақ тілін таңдаймыз. Енді теге деген жерге қысқаша не туралы, яғни кілттік сөздерді жазып кетсек болады. Осыдан кейін біз астында таңдаймыз. Бұл көпке көрініп тұратын болса, общедоступный деген сияқты. Көбінесе біз осыны таңдағандықтан сделать игру дегенді басамыз. Міне бізде сұрақ қоятын бетше ашылды. Бұл жерге question деген жерге сұрағымызды жазамыз, answer деген жерге сұрағымыздың жауабын жазамыз. Ал points дегеніміз біз сұраққа қанша ұпай береміз. Әрбір сұрақтың күрделілігіне байланысты ұпай беріп отырсақ болады. Мына жерге question with image деген жерге таңдап, мына жерден сұрағыңызға қатысты қандай да бір сурет енгізетін болсаңыз, выберите файл деп отырып, қандай да бір суретті кіргізсеңіз болады. Енді біз мына жерде question деген жерге сұрағымызды енгізу қажет. Қазір мен сұрақтарды дайындап қойдым. Word-қа сол жерден көшіріп алып келемін. Мысалы, мына бір сұрақты көшіріп алып келейін. 10-лық санау жүйесіндегі 40 санын 16-лық санау жүйесіне айналдыр деген сұрақты алып келіп, осы жерге қоя қоямын. Сіздер жазасыздар. Әрбір сұрақтарыңызды answer деген жерге оның жауабын қоямын. 28 деп қоя қоямын. Ешқандай да мен бір сурет енгізбеймін. Егер сурет енгізетін болсаңыз, выберите файл дегенді басып, өзіңіз осы сұрағыңызға қатысты суретіңізді енгізсеңіз де, енгізбесеңіз де болады. Енді мына жерде мен 10 ұпай деп беремін, save деп басамын. Біздің бірінші сұрағымыз міне дайын болды. Енді екінші сұрағымызды енгіземіз дәл осы алгоритммен. Мысалы, позиция санау жүйесіне бөлінеді. Көшіріп алып келіп, мұнда 4 деген жауапты қоямыз. Бұл бізде 15 ұпай болсын, save дейміз. Мына жерде біз қандай да бір, мына жердегі егер қателіктер кетіп жататын болса, төменгі жақта сұрақтар бізде шығып жатыр. Осы жерде міне edit деген ручканың белгісі тұрған жерге барып, мына жерде 167 деген кетіп қалыпты. Соны алып тастап өзгертсем болады. Save деп қайтадан сохранить етеміз. Енді тағы бір сұрақты алып келейін мен. Позициялық емес санау жүйесі. Осыны алып келемін. Мен мына жерге қоямын. Алдындағы санды алып тастайын. Мынау бізде жауабы болсын. Оны біз қиып алып мұнда келе қоямыз. Бұл бізде 20 ұпайлық сұрақ болсын. Save батырмасын басамыз. Міне мен бірнеше сұрақтарды құрып алдым. Әрбір сұраққа ұпай беріп қойдым. Енді мен сұрақтардың барлығын енгізіп болғаннан кейін мына жерде my library, яғни менің кітапханам дегенге басамын. Сол кезде міне санау жүйелері деген тақырыппен мен сұрақтарымды құрғандығым туралы шықты. Мына жерге мәлімет. Енді осының үстінен басамын. Басқаннан кейін міне бізде бір сұрақ 10 ұпайлық, екінші сұрақ позиция санау жүйесіне бөлінеді 15 ұпайлық, позициялық емес санау жүйесі 20 ұпайлық, 25 ұпайлық, 15 ұпайлық, 10 ұпайлық бізде 6 сұрақ құрылған екен. Енді осыны біз play деп
ойын түрінде ойнатсақ болады. Стади деген ол оқу. Стади дегенді басатын болсақ, бұл жерде балаларға алдын ала қайталатып дайындатып алсаңыз болады. Мысалы, позициялық емес санау жүйесі. Сосын төменгі жақта лупаның сурет тұрған жерде бізде жауабы шығып тұрады. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Яғни позициялық емес санау жүйесіне бұл жата ма балалар деп тексеріп, я десе, окейді басамыз. Онда біздің сұрағымыз кетіп қалады. Келесі бізде, мысалы, позициялық санау жүйесіне жатады. Балалар жауап бергеннен кейін, балалардың сұрағын талқылағаннан кейін біз басамыз мына түймені. Бұл жауабы шығып тұр. Бұл дұрыс па, балалар, бұрыс па? Егер бұрыс деп жатса, онда мына түймені басатын болсақ кетіп қалады. Яғни біздің мына жақта қарап отырсаңыз, бізде мониторингіміз шығып тұр. Яғни 33-те 3% жинап келе жатыр. Яғни оның ішінде екеуі X дейді, дұрыс емес. Біреуіне ғана дұрыс жауап бердік. Барлығы 3 сұрақты қарастырдық. Қалғаны мына жерде тағы да 3 сұрақтар тұр. Ары қарай енді тағы да лайбрерийға келеміз. Манағы құрған ойынымыздың үстінен басамыз да, сұрағымыздың үстінен басып, енді жаңа стади дегенді қарадық. Слайд-шоу деген бөліміне қарап өтетін болсақ, бұл жерде балаларға сұрақтарды талқылау үшін тағы да бір тақырыпты бекітіп алған кезде қолдансақ болады. Слайд-шоу түрінде сұрақ қоюымызға болады. Ары қарай отырып осылай сұрақтарымызды қоямыз. Мына жерде X деп. Енді біз негізгісі play деген батырманы басатын болсақ, онда ол бізге топтарды жарыстырған кездегі ойынды ұйымдастырып береді. Мына жерде бамбазл деген түрін таңдаймыз. Қалғандары бізде барлығы ақылы болғандықтан бамбазл таңдаймыз. Мына жерде бізде 1, 2, 3, 4 деген сандар тұр. Осы сандарды қайсысын таңдайсыз? Мысалы, топты сіз 2-ге бөлесіз бе, 3-ге бөлесіз бе, 4-ге бөлесіз бе, соны сізден сұрап тұр. Нешеге бөлсек болады? Біз 4-ге дейін ғана сынып оқушыларының топтарын ұйымдастыра аламыз. Сосын төменгі жақта мына жерде енді баптаулары тұр. Сізге музыканы қоссын ба, қоспасын ба деген сияқты. Оны ешқандай білсеңіз де болады. Енді төменгі жақта біз бұл топқа бөлген кезде жаңағы сұрақтарымызды квиз форматында ма, классикалық форматта ойнатамыз ба, соны сұрайды. Біз көбінесе квиз дегенді таңдаймыз. Содан кейін міне біз 4 топқа бөлдік. 4 топтың міне жоғары жақта тим 1, тим 2, тим 3, тим 4 деп тұр. Енді біз тим 1-ге барып, мына жерде қаламсаптың суретін басатын болсақ, мына жерде топтардың атын өзгертіп алсақ болады. Содан кейін окей деп басамын. Міне жоғарғы жақта бізде 4 топымыздың атауы шықты. Енді бізде бірінші топ мысалы қай сұрақты таңдайды? Бірінші сұрақ па, екінші сұрақ па, үшінші сұрақ па, төртінші сұрақ па? Мысалы, бірінші топ бізде екінші сұрақты таңдаса, бізде 25 ұпайлық сұрақ шықты. Позициялық санау жүйесіне жатады дейді. Оқушылар жауап беріп болғаннан кейін жауаптарын тексереміз. Төмен жақта чек деген батырманы басатын болсақ, сан мен латын араласып берілген. Дұрыс жауап ба деп тағы бір сұраймыз. Егер дұрыс жауап болатын болса, окей деп басатын болсақ, яғни информатиктер деген топқа 25 ұпай берілді деп мына жердегі сұрақ жоқ болып кетті. Келесі бізде мысалы программистер тобы қай яшықты таңдайсыз? Мысалы, ол 4-ші яшықты таңдауы мүмкін. Ол 15 ұпайға ие сұрақ екен. Позиция санау жүйесіне бөлінеді. Оқушылар сол топ жауап бергеннен кейін тексереміз. Дұрыс жауап берген жағдайда окейді басамыз. Ал егер бұрыс жауап берсе, онда оған 15 ұпай берілмей қалады. Мысалы 0 болып қалды. Соңғы яшығымызды басамыз. 10-лық санау жүйесінде 40 сан 16-лық санау жүйесіне айналдыр. Жауап бергеннен кейін жауабын тексереміз. Дұрыс болатын болса, ол топқа 10 ұпайды береді. Яғни бізде соңғысында қорытындысын шығарды. Бізде информатиктер тобы 25 ұпаймен бірінші орынға ие болды. Енді ойынның сілтемесін өзгелермен бөлісу үшін шайле деген батырманы басамыз. Осы жерде біз мына жердегі желілерге жіберсек болады. Мына жердегі біз сілтемесін көшіріп алып, копировать алып, окей деп біз WhatsApp-ға қандай да бір жіберетін группаларға жіберсек болады. Бамбазл сервисін топтық жұмыстарды ұйымдастыруда пайдаланыңыздар. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.